Армысыздар, құрметті тыңдарман. Бүгін кітапханада өтіп жатқан кітап оқитын ұлт жобасы аясындағы кітап оқитын педагог сұхбатымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі қонағымыз Мәди Бәпиұлы атындағы мектеп-интернатының даярлық сынып мұғалімі Диана Болатбекқызы. Қош келдіңіз. Қош келдік. Шақырғандарыңызға рахмет. Өте қуаныштымын. Жақсы. Бұл жоба кітап оқуды насихаттап, ұстаздардың дамуына серпін беретін игі бастама. Сіз үшін осы жобаның маңызы қандай? Кітап оқитын ұстаз ғана оқушыларға қандай да бір үлгі болады деп ойлаймын. Және де осы кітап арқылы біз өзіміз рухани байытамыз деп ойлаймын. Жақсы. Бүгін енді Маржан Жұмабаевтың педагогика кітабы туралы әңгімелейміз. Бұл еңбек сізге несімен әсер етті? Бұл кітап арқылы Маржан Жұмабаев өзі балаларға деген мейірімділікпен қарап, жаңағы оны жеке тұлға ретінде қарастырып, ары қарай дамытып, дұрыс тәрбиелеуді қарастырып деп ойлаймын. Қазіргі заман мұғалім үшін бұл кітап қаншалықты өзекті деп ойлайсыз? Қазіргі заманда заман өзгергенмен баланың жан дүниесі және тұлға ретінде қалыптасуы ешқандай да өзгермеген деп ойлаймын. Балаға сол қалыпта жаңағы Маржан Жұмабаев айтқандай мейірімділікпен қарап, жаңағыдай дамытып тәрбиелесек, заманға да байланысты әрине өзгергенмен, бірақ бәрібір де бала бір қалыпта дамиды деп ойлаймын, егер де біз дұрыс тәрбие берсек. Жақсы. Сізді ерекше толқытқан бір ойды айта аласыз ба? Мені бір ерекше толқытқан ойдың бірі, мысалы бізде педагогикада Маржан Жұмабаев тәрбиені 4 бөлімге бөлген болатын. Біреуі ақыл тәрбиесі, жаңағы жан мінез құлық тәрбиесі бар, оның ішінде және де ең ішіндегісі маған ең ұнаған ол сұлулық тәрбиесі деп ойлаймын. Бала тек қана тәрбиелі, ақылды және жан дүниесі сау емес, жан жақты сұлулықты көре білуі және өзіне де басқа адамдар сүйсіне қарауын тәрбиелейді. Тамаша, рахмет. Бұл идеяны даярлық сыныпта қалай қолданасыз? Бұл идеяны мен күнделікті сабақтарында жиі пайдаланамын. Мысалға, баламен жаңағы еркін сөйлесіп, баланы өзіне сенімді етуге тәрбиелеп отыра, сабақ барысында мен оларды мадақтау арқылы және де әртүрлі ойындар өткізу арқылы, ойындар бізде Маржан Жұмабаев айтады, тек қана мысалдар ретінде немесе сөйлеу арқылы ғана емес, оның алдына жаңағыдай дайын дүниені әкеп ұстап көріп, немесе тіпті далаға, табиғатқа қарау арқылы бүкіл жаңағы Маржан Жұмабаевтың идеяларын пайдалануға тырысамын. Енді жас педагогтарға кеңесіңіз? Өзім секілді жас мамандарға айтарым, осы Маржан Жұмабаевтың педагогика кітабын оқуға кеңес берер едім. Себебі кітап ол біздің ең басты рухани асылымыз. Баланы жазалау туралы Маржан атамыздың көзқарасы қандай болған екен? Маржан Жұмабаевты ең бір көзқарасы баланы жазалау дұрыс емес деп ойлаған болатын. Себебі балада қорқыныш пайда болады. Бала қорқыныштың әсерінен шындықты айтуды қойып кетуі мүмкін, өтірікті көп айтуы мүмкін. Және де жеке тұлға ретінде қалыптасуына кедергі жасайды. Өзіне сенімсіздік, қорқақтық пайда болғандықтан өзіне сенімсіз болады әрине де. Және де бала мен тәрбиешінің, бала мен ұстаздың арасында байланыс үзіле бастайды. Бала одан бөлек бала өзінің ата-анасының алдында да өзінің жаңағы қандай да бір дәрежесі төмендеп тұрады. Мысалы, мен ондай жақсы бала емеспін деген ой туындайды екен. Оның орнына, жазаның орнына Маржан Жұмабаев баламен жеке сөйлесіп, оның қылығы дұрыс емес екенін түсіндіру, және де тәртіпті болуға, және
қандай да бір ережелер арқылы ғана баланы тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Автор баланың табиғаты туралы жазған, оны қалай түсіндірер едіңіз? Бұл жерде Мағжан Жұмабаев баланың табиғаты жайлы айтқан болатын. Ол жерде бала өзінің туа біткен өзінің табиғи мінез құлқы және оның табиғатынан өзінің баяу немесе жылдам өсуі, дамуы, оның қалыптасуы және қандай да бір затты өзіне қабылдауына байланысты бөлген болатын. Және оған баланың біздің өзіміздің тәрбиеміз арқылы ары қарай мінез құлқын дамыту жайлы айтылған. Одан бөлек ата-ананың да көп рөл ойнайтындығы, жаңағы баланың тұлға ретінде қалыптасуы жайлы айтылған. Одан ортаның да балаға әсер ететіндігі жайлы айтылған болатын. Бұның барлығы жаңағы баланың табиғи ары қарай өсіп жетілуі жайлы жағына қалыптасуы арқылы жаңағы тұлға ретінде соның барлығы әсер етеді деп айтылған болады. Жақсы. Бала тәрбиесінде ата-ананың рөлі қандай? Бұл жерде бала тәрбиесіне ата-ананың рөлі өте көп деп ойлаймын. Өйткені ең бастысы жаңағы ата-ананың мейірімділігі ғана емес, жаңағы баланы ары қарай бағыттауда өте көп рөл атқарады. Мысалы, біз айтамыз, ол педагогика кітабы атында болғандықтан біз ойлаймыз, бұл ұстаздар мен тәрбиешілерге ғана қатысты деп ойлайтын шығарсыздар көбісі. Бірақ негізі бұл кітапта өте маңызды рөл атқаратын бірі ол ата-ана. Ата-ана ең жақын адам балаға. Күнімен түнімен баланың қасында болғандықтан өз баласын адам ретінде, жеке тұлға ретінде дұрыс қалыптасуына әсер ететін ең басты тұлғалардың бірі осыған деп. Тамаша. Рахмет сізге. Әдемі сұхбатыңызға, осымен сұхбатымызды тәмамдасақ. Кітапхана Руханият ордасы кітап оқитын ұлт жобасына баршаңызды шақырамыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.